Сәлем баршаға, жаровня дайындайтын боламыз сиыр етінен, немесе тауық етінен де жасауға болады. Осылай чугунный сковородкамен ұсынатын боласыздар. Егер ол болмаса, тарелкаға салып та ұсына беруге болады. Бізге сиырдың мякоты керек, нағыз қара кесек еті, помидор, пияз, чеснок, және де кинза, укроп, болгарский қажет болады. Бұл жерде мен бір порцияға арналған жаровня дайындайтын боламын. Етімізді осы сүйегінен, сіңірінен, майынан ажыратып аламыз, тек қарай кесек етті пайдаланатын боламыз. Еттің жақсы кесілгенін қаласаңыздар, морозилингтен шыға салып, бір жарты сағаттан кейін кесіңіздер. Сол кезде осылай жіңішке қылып кесіледі. 4 бұрышты етіп өте жіңішке қылып кесіп шығамыз. Мінеке көрдіңіздер ме? Дәл осылай болу керек. Себебі қуырған уақытта біздің етіміз пісіп шығуы қажет. Болгарскийді да, светофор осындай болгарскийді қолданыңыздар. 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Пияздарымызды турап барлығын қыздар қуырмай жатып, барлығын алдын ала турап дайындап қоясыздар. Және де осындай чугунный сковородка керек. Жаровня для жаровня деп іздейтін болсаңыздар, Каспийде шығады. Егер бұл болмаса, обычный тарелкаға салып ұсына беріңіздер. Негізі жаровняны осындай чугунный сковородкаға ұсынады кафе ресторандарда. Табамызға сковородкеге кішкене сұйық майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Бетін жауып, асты баяу отта 6-7 минуттай пісіріп аламыз. Етіміз өте жіңішке туралғандықтан тез пісіп шығады. Осылай суы тартылғаннан кейін біз ыдысымызға тарелкаға бөлек салып алатын боламыз, қыздар. Сол үшін еттеріңізді осылай жіңішке қылып, және де 4 бұрышты етіп тураңыздар, ет тез пісіп шығу үшін. Енді пиязымызды, чесногымызды салып, тағы да сарғайып шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне помидорымызды салып, тағы да қуырамыз. Әр қайсысын қуыруға 1-2 минуттай уақыт кетеді. Ең соңында болгарскийімізді салып, тағы да жақсылап 1-2 минуттай қуырып, ең соңында паприка, егер ащыны қаласаңыздар, ащы бұрыш, тұз, және де осында китайский соль бар ғой, кристалл сияқты, соны тұзбен бірге араластырып қосыңыздар. Ең соңында етімізді салып жіберіп, кішкене суымызды құйып, 5 минуттай бұқтырып аламыз. Өзінің суы осылай шығып тұруы керек, қыздар. Суын аз құйып қоймаңыздар. Мінеке осылай асты баяу отта бұқтырып аламыз да, осы тұста бірден, егер осындай чугунный сковородкаларыңыз болса, соны бірге қыздырып алыңыздар. Байқаңыздар, өте абайлаңыздар, осылай қызып тұрған сковородкамыздың үстіне бірден құйып салып, дәл осылай ыстықтай қайнап тұрған күйінде ұсынасыздар ғой, қыздар. Мінеке біздің жаровнямыз дайын болды.